Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қыпшақ хандығы. Ең алдымен осы Қыпшақ хандығы қандай мемлекеттермен шектесіп жатыр? Сол сұраққа жауап іздейік. Қыпшақ хандығы Найман мемлекетімен, Қара Қытай мемлекетімен, Хорезмшах, Византия, Венгрия, Рус, Бұлғария мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Енді келесі кезекте осы Қыпшақ хандығы туралы деректерге тоқталайық. Қыпшақ этнонимі 8 ғасырдағы көне түркі руына ескерткішінде кездеседі. Мұсылман деректерінде Қыпшақтар туралы мәлімет тұңғыш рет араб географы Ибн Қордарбектің 846-874 жылы жазылған түркі тайпалары туралы дерегінде көрсетіледі. Қыпшақтар Алтай тау бөктерінде мекендеген. Олар алғашында батыс түрк тайпаларының құрамында болады. Кейініректен қағанат құлағаннан кейін Қыпшақтар Қимақ қағанатының құрамына енеді. Алайда 11 ғасырда Қимақ қағанаты ыдырап, Қимақ, Қыпшақ, Кушан тайпалары Қыпшақ хандығының құрамына енеді. Қыпшақтар билік жүргізген жерлер 10 ғасырдың екінші жартысынан бастап Дешті Қыпшақ аумағы деп атала бастайды. Енді келесі кезекте Қыпшақ хандығының қоғамдық құрылыстарына тоқталайық. Қыпшақ хандығы екі ірі бірлестіктен тұрды. Батыс бірлестік және шығыс бірлестік. Осы шығыс пен батыстың шартты шекарасы ол Еділ өзені болды. Немесе ескі атауы Волга өзені. Ең бірінші кезекте батыс бірлестігіне тоқталайық. Батыс бірлестігі 11 тайпадан тұрды. Тоқсоба 9 тайпалы, Ет-тоба 7 тайпалы, Дурут 4 тайпалы деген тайпалардан тұрды. Осының ішінде ең беделдісі Тоқсоба әулеті болды. Батыс Қыпшақ бірлестігінің аумағы Дунайдан Еділге дейінгі аумақты иеленіп жатыр. Енді кезекте шығыс бірлестікке тоқталайық. Шығыс бірлестік 16 тайпадан тұрды. 8 негізгі тайпа, 8 ұсақ тайпалық бөлімшелерден тұрды. Бұл шығыс бірлестікті ер-бөрілер руынан шыққан хандар ғана басқарды. Шығыс Қыпшақ бірлестігі Еділден Алтайға дейінгі аумақты алып жатты. Енді кезекте осы Қыпшақ хандығына қандай тайпалар кірді? Сол сұраққа жауап берейік. 13 ғасырда Арал маңын жайлаған Қаңлы, Қарлық, Жікіл тайпалары Қыпшақ бірлестігіне енді. 11-13 ғасырдың басы түркі тілдес Қимақ, Оғыз, Құман, ежелгі башқұрт тайпаларда Қыпшақ бірлестігіне енген. Орыс деректерінде Қыпшақтардың атауы Половшылар, далалықтар деп кездеседі. Ал венгрлердің деректерінде Қыпшақтарды Кундар, Комондар деп береді. Қыпшақтардың халық болып қалыптасуы 15 ғасырға дейін кешеуілдетілді. Себебі бұған тікелей моңғол шапқыншылығы кедергі жасаған болатын. Енді келесі кезекте қоныстанған жерлеріне тоқталайық. Қыпшақтардың қоныстанған жерлерінің барлығы Дешті Қыпшақ аумағы деп аталды. Дешті Қыпшақ аумағы Сырдарияның төменгі ағысы мен Балқаш өзеніне дейінгі жерлерді алып жатты. Қыпшақтар Есіл, Тобыл, Елек, Сарысу өзендерінде көшіп қонып жүрген. 11 ғасырда Қыпшақтардың алып жатқан жері ол шығыста Алтай мен Ертіске дейінгі аралық, батысында Денестерге дейінгі жер, солтүстігінде Құланды даласынан, ал оңтүстігінде Балқаш көлі мен Жоңғар алатауына дейінгі кең байтақ аймақ алып жатты.
Балалар, енді Қыпшақ хандығының саяси тарихына тоқталайық. 1065 жылы Селжұқ билеушісі Алып Арслан Маңғыстаудағы қыпшақтарға шабуыл жасап, қыпшақтардың бір бөлігін өздеріне тәуелді етеді. 1133 жылы ол Дешті Қыпшаққа еніп, қыпшақтарды жеңді. Осы жеңілістен кейін қыпшақтар екіге бөлініп, әлсірей бастады. Бір бөлігін Алып Дерек басқарса, екінші бір бөлігін Қадыр Бөке басқарды. Алып Деректің астанасы орталығы Отырар қаласы болса, Қадыр Бөкенің орталығы Сығанақ қаласы болды. 1195 жылы Хорезм билеушісі Текеш Қыпшақ ханы Бөке хан мен оның жиені Алып Деректің арасындағы билік үшін таласты пайдаланып, Сығанақты басып алады. 1210 жылы Хорезм шах Мұхаммед Сырдария бойындағы шайқаста жеңіске жетті. Алайда Қыпшақ пен Хорезм арасындағы жаулаушылық мұнымен бітпейді. Отырар, Сығанақ, Арал теңізінің аумағы бұл екі ел үшін ұзақ жылдар бойы қақтығыс көзіне айналды. Билік үшін бәсеке тек моңғолдар екі елді жаулап алғаннан кейін ғана біржола тынды. Енді келесі кезекте Қыпшақ хандығының шаруашылығына тоқталайық. Байлықтың негізгі көрсеткіші жылқы саны болды. Қыпшақ жылқылары халықаралық саудада жоғары бағаланған. Ауған, Иран, Египет, Үндістанда Қыпшақ жылқылары 100 динардан 500 динарға дейін жетті. Ендігі кезекте Қыпшақтардың шаруашылығы туралы айтылған деректерге тоқталайық. Ең бірінші кезекте Петахияға тоқталайық. Петахия ол еврей саяхатшысы. Ол өзінің жазбаларында Қыпшақтардың тары мен күрішті өсіргендігін, аңды садақпен аулағандығын жазған. Келесі кезекте Рубрук, Вильгельм Рубрук шөлдеп келе жатқанда Қыпшақтар сиыр сүтінен жасалған қышқыл сусын бергенін, оны айран деп атайтынын жазған. Плано Карпини мен Вильгельм Рубруктың дерегіне тоқталайық. 13 ғасырдың орта кезінде Қазақстанда болып, Қыпшақтардың арба үстіне тігілген үйлерін 10 немесе 22 өгіз тартқандығын өз көздерімен көргендігін жазған. Келесі кезекте тағы да деректерге тоқталамыз. Ибн Хордарбек Жолдар мен аймақтар кітабында Амударияның арғы беті мен бергі бетін мекендеген Қыпшақ тайпалары мен 16 қаласы жайлы мәлімет келтірген. Плано Карпини қалыңлар қыпшақша сөйлейді екен. Олар түйе, ірі қара, қой мен ешкі, жылқыға бай. Оларда жүк таситын мал орасан көп. Біздің ойымызша бүкіл әлемде мұндай байлық ешкімде жоқ. Келесі кезекте Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқаридің еңбегінде Қыпшақтарды Ялангук деген ұғым болған деп көрсетеді. Ялангук дегеніміз бұл қол деген мағынаны білдіреді. Келесі кезекте Әлі Омари. Қыпшақтар аздап бидай, арпа өсіреді. Көп өсіретінде тары, ал тамақтарының негізгі түрі тарыдан жасалынады деп атады. Тағы да Кодекс Куманикус қай тіліндегі шығарма? Бұл Қыпшақ тіліндегі шығарма.